Тарихты тұлпарының тұяғымен жазып, айдай әлемге атқа міну мәдениетін алғаш үйреткен батыр бабалардың бүгінгі ұрпағы да төрт түліктің төресімен тікелей байланысты ұлттық ойындарды ұлықтап, болмысымызбен біте қайнасқан төл спорттың түрлерін төрге шығарып келеді. 1-4 тамыз күндері аралығында Ақжайық ауданында ұйымдастырылған ұлттық спорт түрлерінен Батыс Қазақстан облысының 5-ші фестивалінде де жұртшылықтың делебесін қоздырған дүбірлі додалар аз болған жоқ. 2 күн бойы үлкен кішінің назарын аударған ауқымды шара туралы тарқатып айтайық. Ақжайық ауданы бұл бәсекелерді өткізуге барынша тыңғылықты дайындалған. Ақшаңқан киіз үйлер тігіп, алыс жақыннан ағылған қонақтарды құшақ жая қарсы алды. Жалаулы жарысқа өңір аудандары мен Орал қаласынан барлығы 13 команда қатысты. Ұлттық спортты ұлықтаған фестиваль 510 спортшының басын қосты. Ақтөбе қаласында өтетін республикалық сайысқа іріктеу кезеңі биыл спорттың жекпе-жек түрімен толықты. Кейіннен дамып кетірген ұлттық жекпе-жегіміз. Спорттың ерекшелігі бұл жерде бүкіл неден алынған, бүкіл спорттан түрінерінен бұл жерде қылғындыру әдістері де бар, болевой әдістері, соғуда әдістері, партерден де, стойкіден де сонымен ерекшеленеді бұл спорт. Енді республикамызда жаңадан дамып кеткен спорттың бір түрі. Жұртшылықты желпіндіріп жанын сүйсінткені әрине сәйгүліктер сайысы. 25 шақырымдық аламан бәйгенің алдын бермеген арғымақтар ақжайықтықтарды арқаландырып айызын қандырды. Қысқа қашықтыққа шапқан шабандоздар да топ және құнан бәйгенің көрігін қыздырды. Білекте жүректі жігіттер көкпар тартысып, ат үстіндегі текетірес аударыспақта кім мықтыны анықтады. Қазақтың көне ойындарын қызыға тамашалаған халық теңгеліп жамбатуға шыққан жігіттерді де қиқу қошеметсіз қалдырған жоқ. Шаралар әрдайым өтіп тұрады, бірақ мынандай облыс көлеміндегі фестиваль біздің ауданда өткен бір өте керемет нәрсе. Бұл жақсы өтіп жатыр деп түсінеміз. Қазір мынау ойынның түрін көріп келе жатырмыз. Енді жайлап ат шапысының басына қарай кетіп баратқан жағдайымыз бар. Рахмет, мұндай нәрсені әкеле беріңдер бізге. Боз кілемдегі белдесулерде ұлттық бәсекелердің бәсін арттырды. Қазақ күресіне қатысуға құлшыныс танытқан палуандардың көптігі төл спорттың тасада қалмайтынын байқатты. Ақыл ойдың өрісін кеңейтетін тоғызқұмалақ ойыны да тартысты өтті. Ал мергендік сыналатын сайыс асық атуда ардагер спортшыларда тым тәуір өнер көрсетті. 3500 асығым бар қазір осы жүргенде. 4 сақам бар. Осы асықты бала кезімнен ойнадым. Осы күнге дейін ойнап келем. Командамызда бүткіл жаңа вид спорттың бәрінен келді. Атыспақ, аударыспақ, асық, тоғызқұмалақ ойындарынан бәрі келді. 28 адам келдік. Жақсы ойындарымыз жүріп жатыр. Жаңа бірінші ойында Сырыммен ойнадық. Жақсы нәтижемен алып жатырық. Енді бұйырса қазір Жәнібек ауданымен ойнап жатырық. Нәтижеміз жақсы асыққа деген. Чапаев ауылы маңындағы табиғат аясында 2 күн бойы ұлан асыр той болды. Ұйымдастырушылар ұлттық қолөнер бұйымдары, ат әбзелдері, батырдың 5 қаруы сияқты құнды жәдігерлерді де жұртшылық назарына ұсынды. Тайпақтың төлқұжатына айналған ала қарбыздан да дәм татпағандар кемдеген. Осылайша сән салтанаты келіскен сайыстардың нәтижесінде Ақжайық пен Жәнібек ауданының спортшылары сәйкесінше 2-ші, 3-ші орындарды иеленді. Ал байрақты бәсекенің 1-ші орны Бөрлі ауданына бұйырды. Біржан Амангелдіұлы, Тарас Қажымов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.